Сенімсіз болғаным ба? Әрине, көздерім жайнапты. Бәрінде көре алам, сондай қонақтың мен. Қонақ болса, төрге шық. Біз қонақты қай кезде қатты қадірлейміз. Жоқ, мен сенімен көп сөйлесіп тұра алмаймын. Мен тауықтармен тез-тез тілдесіп кету үшін келгем. Біздің тауықтарды танисың ба? Әрине, көбісімен таныстарым. Онда қораға кір, есік ашық. Мен қазір тез шығамын. Жарайды. Тез шықтыңыз ғой. Тумасыңыз екенсіз. Мен болдым. Көп сөйлесетін не бар? Бұл не? Тауықтар ғой, маған қонаққа барады. Өздерімен сөйлесуге бола ма? Олар ұйықтап жатыр. Шаршаулы екен. Оятпауды сұрады. Қызық екен. Қап ішінде қалай ұйықтайды? Жайлы төсек төселген, өздері осыны қалады. Жарайды онда, жолдарыңыз болсын. Саған бейінізім, сен өте мейірімдісің қақпан. Барлық уақытта емес, кей-кейде ашуланғанда тым қатал болып кетемін. Бар ондайлар, ал мен кеттім. Жарайды, жолыңыз болсын. Жарайды, енді ешкімді де кіргізбеспін. Кешірерсіз, сіз де қонақсыз ба? Неге? Мен қонағымыз. Енді кім боласыз? Жүрісіңіз суық. Мен әлгі Момын Қошқардың бала кезгі досымын. Кішкентай кезінен танимын. Досымын дейсіз бе? Әрине. Міне қызық. Момын Қошқар сенде дос бар екен айтқан емес. Көп болды көрмегелі. Ұмытта қалған шығар менің. Ай, ұмыта қоймас. Бала күнгі достық естен шыға ма? Досым қайда? Қайда жатыр? Артынан жасып барып құшақтап алайын. Танымай мені. Сен үндеме. Бар, бірдеңе бар. Ал, айтсаңызшы, қалай болды? Нені? Қошқар таныды ма сізді? Танымады. Таныса да сөйлескісі келмеді. Қабат деген ай. Анауым? Бұл ма? Бұл қой. Қошаған кезінен көріп білем. Кетіп бара жатсам, етегімен ұстап алып жібермей қойды. Енді қайтпексіз? Осылай арқаңызға салып жүре бересіз бе? Жүрем. Жарайды, мен кеттім, сау бол. Жарайды онда, жолыңыз болсын. Қалданды. Айласын асырып кетті. Оңбаған түлкі. Сендер бұлай солай берсеңдер, ештеңені бітіре алмаймыз, тыныштық алыңдар. Ал не істейміз? Қолымыздан не келеді? Ол жағын маған қалдырыңдар. Мен жан-жақты ойластырып жатырмын. Сенді көзіне. Тоқтады осылар. Бүгін түнде ұрық күні қолға түсіреміз, көрдеп тұрыңдар. Жақсылап сазайын берейік. Есінен кетпейтіндей етейік. Қайты бұл араны баспайтындай етейік. Өзі солай болады, күтіңдер. Бүгін түнде ұрық күні қайты істете қолға түсіреміз. Ұры түлкі мені тағы да алдап кетсе қайтеміз? Оны өзім реттем, еш жазба. Сонда менің міндетім не болмақ? Сені тұрып ұйықтаған болып жата бер. Дауыстаса да үн қатпа. Соны сен ұйықтап қалған екен деп қораға кіреді. Арғы жағын өзім жайғастырамын. Ал мен
босатпа. Жарайды, мен тап солай істеймін. Алдағаныңды білесің, ал аяғыңды құссам зар елейсің. Жаның көзіңе көрінді ме? Құлым болайын, босатып жіберші. Босата алмаймын. Қақпан, сен өте мейірімдедің ғой. Мен жаным өлдір, тығыға ғана мейірімдімін. Ал сен келерге жүрегім жылымайды да. Алып кетіңдер. Сазайын беруіміз керек. Есінен кетпейтін елдік сыбағасын әзірлейік. Қалай береміз? Оны қалай қолға түсіреміз? Оның айласы бар. Түнде көздерім жетеді, шыдай тұрыңдар. Біз не істеуіміз керек? Қандай көмек бере аламыз? Жолын айтпайсың ба? Сендер тұрып кетпеңдер. Күндегі әдет бойынша жатып алып көздерін жұмыңдар. Қалғанын Қақпан екеуміз реттейміз. Сен ойыңсың ба? Бұл кім екен? Бұл менмін ғой. Кім деймін? Көрші ауылдан боламын. Түнгі серуенге шыққан едім. Мұнда неге келдің? Біздің қой ешкілер әлдеқашан ұйықтап қалған. Мен де шаршадым. Рұқсат етсең қораға кіріп демалсам деп едім. Сен қарсы емессің ғой, иә Қақпан? Жарайды, ішке өте берші. Өзім де ұйқылы оянмын. Ал сенімен сөйлесуге шамам жоқ. Бүгін олжалы күн болды. Бүгін бір емес екі қой деп өңгер уақыты келіп екен. Жоқта деймін мен саған. Сен менің балағымның досым емессің. Сен не достан Құдайым сақтасын. Аллах кет. Сөйлеспейміз бе? Арманды айтпайсың ба маған? Босатшы мені, жалынам Қақпан, жан босатшы. Босата алмаймын, сен өтірікшісің. Ал өтірікші сазайын, осылай тартады. Босатшы, жалынам Қақпан, жан. Оны мен шешпеймін. Онда кім шешеді? Оны момын Қошқардан сұра. Қошқар, жан босатшы, өтінемін. Жоқ, сенің тағдырыңды мен де шешпеймін. Оны мына достар мен балалар шешеді. Енді екеуі не істейміз? Жазалап қамап қоямыз ба? Әлде босатамыз ба? Жарайды, бір жолға босата салайық. Қақпан, сен бізге үлкен қорғансың. Енді біз аламыз түтетін болдық. Рахмет саған. Қақпан, сен бізге адам доссың. Біз сені қатты жақсы көреміз, Қақпан. Біз де сені қатты жақсы көреміз, Қақпан. Мен де сендерге
бауыр басып кеттім. Енді өмір бойы сендермен бірге боламын. Mama!